Мен веб-кодинг арқылы тағы да бір ойын жасадым. Ол геометрия сабағы, 11-ші сынып, айналу денелері және олардың элементтері. Бұл сабақта мен айналу денелерінің 3D моделін көрсетемін. Міне қарап отырсаңыздар, 3 фигураны да бүйтіп байландыруға болады. Және де әрқайсысын жеке алатын болсақ, осының жерде қандай, осы цилиндрдің қандай элементтері бар, жазылып көрсетіледі. Келесі элементке көшсек, келесі элементіне конус туралы жазылады. Сөйтіп, әр элемент туралы жазылып отырады. Және де мына жерде тест режимін бассақ, мына жерде сұрақтар пайда болды. Осы элементтер, осы не бойынша, фигуралар бойынша, мысалы, қай дененің төбесі бар дейді. Ол бізде әрине конус, міне бассақ дұрыс деп шығады. Солай мына жерде бір сұрақтар пайда болады. Енді келесі неге көшсек, бетіне көшсек, онда дайын видео сабақты көруге болады ютубтан. Қайырлы күн оқушылар, саламатсыздар ма? Бүгін Көрдіңіздер ме? біз 11-ші сынып геометрия пәнінен Рахмет.